Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті мен Dribble'дан көріп қалдым. Осы логотипті жасап үйренеміз. Алдымен круг табамыз. Осылай круг создать етіп аламыз. И бұайынан өшіреміз. Артқағы дауысқа мән бермейміз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз, кішірейтіп қоямыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз, жоғары көтеріп қоямыз. Мінекей. И ортасында Ctrl-S, Ctrl-F деп тағы бір круг создать ете саламыз. Оны бай айналдырып жібереміз. Мінекей. Енді осының бәрін белгілеп аламыз. Жерден өшіріп тастаймыз осылай. Мына жерден бәрін етіп бұрып қоямыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де. И осылай айналдырамыз. Мінекей. Kaizen деген логотип екен. Объект разобрать етеміз де. Окей дейміз де. Цветін пипеткімен ала саламыз. И осы жерден өшіріп тастаймыз да. Мынаны үлкейтіп. Үлкейтеміз. Центрге қойып қоямыз. И осыны артына жіберіп жібереміз. Осылай қойып қоямыз да. Артына жібердік. Цветін темный қылып жіберіп қойып қоямыз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Логотип керек болса маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Төменде Instagram, TikTok парақшамның сілтемесін қойып қоям, Құдай қаласа. Сол жерге маған тіркеліп жазсаңыздар болады. Жақсы, сау болыңыздар.